Сәбіз көптеген дәрумені, минералы, микроэлементі бар ең пайдалы көкөністердің бірі. Көпшілігі оның пайдалы қасиеттерін бағаламайды. Мысалы, сәбіздегі А дәрумені көру қабілетін ешқандай дәрі-дәрмексіз жақсарта алады. Бұл өнім тері жақсаруына да пайдалы. Сәбіз қандай ауруларға ем? Жүрек қан тамыры ауруы барлар сәбізді көп тұтынғаны жөн. Сәбіз құрамындағы целлюлозаның арқасында қан тамырларын артық холестериннен тазартады. Егер шикі сәбізді күн сайын тұтынса, адам атеросклероздан және жүрек қан тамырлары жүйесінің басқа ауруларынан қорғана алады. Дәрігерлер барлық әйелге сәбізді пісіріп, бұқтырып, қуырып, шикілей де жеуге кеңес береді. Өйткені бұл көкөніс қатерлі ісіктің алдын алу үшін таптырмайтын ем. Сәбізде А дәрумені басқа өнімдерге қарағанда көбірек. Әйелдердегі онкологияның кең тараған түрі А дәрумені жетіспеуінен туындаған сүт безі қатерлі ісігі. Сәбізді ер адамдарда жеу керек, өйткені ондағы пайдалы заттар ерлердің ұрпақ көбейтуіне оң әсер етеді. Тісі ауыратын адам сәбізді жиі жегені жөн. Бұл көкөніс тіс эмалін нығайтады, ауыз қуысын паразиттерден тазартады, қызыл иек қанауын тоқтатады. Сондықтан дәрігерлер балаларға да, ересектерге де шикі сәбізді жеуге кеңес береді. Сәбіз миға да пайдалы. Сәбізді үнемі жейтін адамда есте сақтау тұрғысынан мәселе болмайды. Сәбізді мүмкіндігінше шикі күйінде жеген жөн. Себебі оны пісіргенде құрамындағы бір қатар пайдалы элементтер жойылып кетеді. Ескерту: сәбізді асқазанда ойық жарасы бар адамдар аз жегені жөн. Дендеріңіз сау болсын.